Құрметті Алматы мен Жетісу облыстарының тұрғындары, 2022 жылдың 15 қыркүйегінде 270 нысан бойынша табыс пен мүлік туралы декларацияны тапсыру мерзімі аяқталатынын естеріңізге саламыз. Аталған нысанды ұсыну міндеттемесі бірінші кезеңде кірген барлық тұлғалар үшін туындайды. Яғни бір сөзбен айтқанда 21 жылы 250 нысан бойынша активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны тапсырған тұлғалар тапсыруға міндетті. Осыған байланысты, егер сіз 270 нысанды осы күнге дейін тапсырмаған болсаңыз, бүгіннен бастап соңғы күнге қалдырмай тапсыруыңызды шақырамыз. Себебі 15 қыркүйек жақындаған күндері серверге ауыртпашылық нагрузка түсіп, сіздің жіберген есеп нысандарыңыз кешігіп түсуі мүмкін. Ал кешіктіріліп тапсырған мерзім үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған естеріңізге саламыз. Сол себептен уақытылы осы күннен бастап тапсырып бітуіңізді сұраймыз.